Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз PicsArt бағдарламасына қазақша шрифт орнату жайлы үйренеміз. Ол үшін Telegram каналымызды ашып, ішінде қазақша шрифттар деген каналдан өзімізге қажет шрифтті таңдап аламыз. Үш нүктені басып, сохранить загрузки деп загрузка папкамызға бұл шрифтті сақтап қоямыз. Енді бізге мои файлы папкасының ішінен загрузкиді ашып, ішіндегі біз жаңа сақтап алған шрифтімізді PicsArt папкасына ауыстыруымыз қажет. Ол үшін белгілеп аламыз. Жаңағы KZ деген шрифтімізді сол кезде астында бізде переместить сюда деген функция пайда болады. Сол функцияны баса отырып, біз енді қай папкаға ауыстыру керек екенін белгілейміз. Память устройствоға кіріп, ішінде PicsArt папкасын ашамыз. PicsArt папкасының ішінде Fonts папкасын басамыз және переместить сюда деп жаңағы шрифтті Fonts папкасының ішіне қарай ауыстырып алдық. Енді тексеріп көрейік. PicsArt бағдарламасын ашамыз. Кез келген фонды таңдап, өзіміз сол жерге қазақша әріптері бар жазуды жазып көреміз. Текст батырмасын басу арқылы қазақша шрифттар деп жазайық. Енді сол жағындағы жоғары қарай тұрған қызыл стрелочканы басамыз да мои шрифтіні таңдаймыз. Соның ішінде жаңағы сақтап алған KZ деп басталатын біздің шрифтіміз тұр. Соған бассақ, біздің міне қазақша жазуымыз пайда болды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта PicsArt бағдарламасымен жұмыс жасаудың толық видеоларын салатын боламын.